Сәлем достар, сендермен Джек Бо және біз бүгін Lego Hidden Site топтамасын талдаймыз. Бұл топтаманың ең басты ерекшелігі оның жинақтарымен ұялы телефонды байланыстыруға болады. Ал біз жинақтарға көз жүгіртіп өтейік. Бірінші бұл лаборатория. 174 бөлшек, $20 тұрады. Ең кішкентай жинақ. Бұл жинақта бізде басты қаһармандардың бірі Джейк болады. Ал екіншісі ол қайық. 310 бөлшек, $30 тұрады. Бұл жинақ маған қатты ұнады. Бұл жерде қайық жақсы жасалған. Оны екі бөлікке ажыратып тірі аралға бекітіп қоюға болады. Үшінші жинақ ол бізде кладбище деп аталады. 335 бөлшек, $30 тұрады. Бұл жинақта маған қатты ұнады. Сол жағында қорқынышты мүсін, ал оң жағында күзетшінің орны. Оның үстінде бір құбыжық отыр. Төртінші жинақ ол бізде трак. 428 бөлшек, $40. Қазақта ештеңе жоқ. Ең жақсысы ол тек елістердің мотоциклі, ал трак Lego City'дегіге ұқсайды. Ал бесінші бізде динер. 598 бөлшек, $50. Кәдімгі тамақ сататын жер. Алтыншы бізде автобус. Кәдімгі американдық автобус. Тек елістермен күресуге арналған құралдармен. Fortnite ойындағы автобусқа қатты ұқсайтынын кім байқады? Комментарийға жазыңдар. Және ең соңғысы ол бізде мектеп. Бұл мектепте біздің басты қаһармандарымыз Джейк пен Питер оқиды. Бұл мектеп өте керемет жасалған. Мектеп үлкен. Оның ішінде әртүрлі оқу құралдары бар. Және бұл мектеп құбыжыққа айналады. Егер осы мектепті көргілерің келсе, онда лайк қойыңдар. Ал сендермен болған Джек Бо. Және мен қоштасамын.